Жаңа Өзбекстан студентлері олимпиадасы. Президентіміз басламасы менен дәслепкі мәрте өткерілген міне осы атамадағы спорт жарыслары жастардың спорт тарауындағы қабілетін жүзеге шығару, саламат тұрмыс тәрізін үгіт насихатлау һәм ғалабалық спорт харекетін рауажландыруға бағдарланған және бір ахметлі жойбар болды. Спорт жарысларының финал басқышында қарақалпақстанлы спортшылар да жоғары нәтижелерді қолға кіргізді. Жаңа Өзбекстан студентлері олимпиадасы спорттың 7 түрінен өткеріліп, жарысларға 2000-ға жақын студент жастар қамтып алынды. Жарысларда еліміздегі жоғары оқу орындары студенттер қатарында Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті, Ажиназ атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты, Нөкіс мемлекеттік техника университеті жастарда қатынасып, өз имканиятларын сынақтан өткерді. Әтібарлысы спорт жарысларының жұмақлаушы нәтижелеріне бола Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті студентлері 4 алтын һәм 3 күміс медалын жеңіп алып, командалық есапта 79 жоғары оқу орындары арасында 3-ші орынды қолға кіргізді. Олимпиада қатынасушыларын күтіп алу мәресімінде сөзге шыққандар жарыста жеңімпаз болған барлық спортшы жастарды құттықтап, дене тәрбие һәм спортты рауажландыру бағдарында қабілетлі зерек спортшы жастардың қатары көбейіп атырғанлығын мақтанышпенен атап өтті. Студентлер олимпиадасында қатынастым, һәм ол жерде спорттың жеңіл атлетика түрі бойынша 2 алтын һәм 1 күміс медалды жеңіп алуға мияссар болдым. Һәммемізді жарыста жақсы күтіп алды, һәм жарыс жүда көтеріңкі рухта болып өтті. Келешекте кейінгі жарысларда да сыйлы 1-ші һәм 2-ші орынларды алуға харекет етеміз. Жастарға һәм спортшыларға айрықша имканиятлар һәм шарайытлар жаратылып берілмекте. Бұның үшін президентімізге көптеген рахметлер айтамыз. Жаңа Өзбекстан студентлері олимпиадасы спорт жарысларында командалық спорт түрлері бойынша жарысларда оғада қызықлы ойларға бай болды. Стритбол һәм футбол бойынша өткерілген жарысларда университеттің сайланды командалары алтын һәм күміс медалларын қолға кіргізді. Стритбол спорт түрінен 1-ші орынды алуға мияссар болдық. Жарыс өте қызғын өтті. Қарсыласамсам күшлі болды. Біздер финалда Анжан командасымен қарсы ойнадық һәм жеңіске ерісуге мияссар болдық. Спортқа жаратылған нәтижелерінде осындай 1-ші сыйлы орын алуға мияссар болдық. Өткерілген спорт жарысларында Ажиназ атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты студентлерді мінәсіп қатынасып, бірқатар спорт түрлерінен жеңімпаз болды. Институттың студенті Ежимая Базарбаева спорт жарысларында 2 медалды жеңіп алып, Даргай жамаатын қуанышқа бөледі. Жеңіл атлетика түрі бойынша 1500-3000 метрлер аралығында 3-ші орын алдым. Жарыс жүда қызық өтті. Жастарға болған итибар, спортқа қаралған итибардың нәтижесінде біздер қолымыздан келгенше харекет етіп орын алдық. Осы берілген имканиятlardan файдаланып келешекте бұндан да үлкен нәтижелерді қолға кіртеміз. Олимпиадада Қарақалпақстандағы жоғары оқу орындарының студентлері қолға кіргізген табыстар президентіміз басшылығында дене тәрбие һәм спортты рауажландыру жолындағы жұмыстардың республикамыздағы әмели нәтижесі де саналады.